20 ғасырды мұнай ғасыры деп атаймыз. Мұнай үшін елдер байыды, мұнай үшін соғыстар болды. Мұнай саясатты да, экономиканы да басқарды. Бірақ бір сұрақ бар. Егер мұнай бітсе, адамзат не істейді? Ал егер су бітсе ше? Мұнай болмаса, көліктер жүрмейді, зауыттар тоқтайды, экономика әлсірейді. Бірақ су болмаса өмір тоқтайды. Адам бірнеше апта тамақсыз өмір сүре алады. Бірақ сусыз бірнеше күн ғана. Бүгіннің өзінде әлемде 2 миллиардтан астам адам таза ауызсуға қол жеткізе алмай отыр. Кей елдерде адамдар суды ақшаға емес, өмірмен төлеп отыр. Африкада, Таяу Шығыста, Азияның кей аймақтарында, ал климат өзгеріп жатыр. Мұздықтар еріп жатыр. Құрғақшылық көбейіп келеді. Су азайған сайын оның құны артады. Бір қызық факт бар. Жердегі тұщы судың шамамен 70% Антарктидада сақталған. Ол жай ғана мұз емес, ол болашақтың ең үлкен қоры. Сондықтан Антарктида бүгін бос сияқты көрінеді. Бірақ шын мәнінде ол стратегиялық аймақ. Қазір елдер танкпен емес, ғалымдармен келеді. Себебі бәрі түсінеді. Болашақта ең маңызды ресурс мұнай емес, су болады. Кей сарапшылардың айтуынша 21 ғасырдың соғыстары мұнай үшін емес, су үшін болуы мүмкін. Себебі суды алмастыратын ештеңе жоқ. Мұнайдың орнына электр бар. Газдың орнына балама энергия бар. Ал судың орнына ештеңе жоқ. Сондықтан су жай ғана ресурс емес, су қауіпсіздік, су саясат, су болашақ. Бүгін біз мұнайды бағалаймыз, ал ертең суды қорғауға мәжбүр боламыз. Бұл менің көзқарасым, ал сенің көзқарасың қандай?